Сәлем құрметті достар, мен сіздерге керемет шөп туралы айтқым келіп тұр. Яғни өзім қолданып жүрген 100% емдік шөп. Яғни менің ауруымды емдеді. Маған деген дәрігерлер гипоксия деп айтты. Басым ауыра беретін еді ғой. Сосын мен деген бірінші басым ауырған себебі қаның қою деді. Яғни гипоксия деген ауа жетпеу ғой, яғни қан қою болғасын, басқа кислород жай барады. Сол үшін мен басым ауырады екен. Енді мен емдеуді өзімнің осы емдік шөбінен бастадым. Яғни ешқандай зиян емес, тек қана шөптерден тұрады. Мына құрамы. Мен қазір ішіп жүрмін. Очиститель сбор для крови и лимфы дейді. Состав: солодка бар құрамында, бессмертник бар, вереск бар, крапива, красная щетка, сено, лена, шиповник, зверовой эхиноцея, тысячелетник, спориш, цикорий бар екен. Бұны дайындау, яғни 1 столовый ложкамен 300 грамм кипяток құямын. Келесі екінші шөп туралы айтқым келіп тұр. Бұны алып қойдым. Ол деген для очищения сосудов, холестерин, головной боли и сердечной боли от бессонницы и шума дейді. Бұның құрамында пустырник, острога, сушеница, клевер, амелия, гинго, билоба, боярышный цвет, шикша, рябина, пион, синуха, донник дейді. Бұны мен әлі ішкен жоқпын. Мынаны бастап біреуінші айтып, 2 алып қойдым. Мына құрамын қарап тұрсаңыздар, тек қана шөптен құралған. Осы шөптер басқа ештеңе жоқ құрамында. Дайындалу, яғни міне емдік шөптен 1 столовый ложка аламыз. Ол мықты толтырмауларыңызға да болады. Мына алдым. Енді осының үстіне ыстық су құямын. Осыны өзім мына кешкісін бұқтырып қойып жатырмын түнде. Сосын жатар алдында. Ертеңгі күні мен 3 мезгіл ішемін. Таңертең, обедте, кешкісін. Сосын қайтадан келесі күні қайтадан дайындаймын. Осылай 1 ай ішемін. Ортасына үзіліс жағдайлаймын да, сосын қайтадан ішемін. Қараңыздар, иісі керемет кетті. Қандай керемет болып отыр. Түрін қараңыздар. Тек қана емдік шөптердің иісі бұрқырап шығып кетті. Шөптердің иістері керемет болып. Осыны 3 мезгіл ішемін. Ем болсын деп ішіңіздер. 100% емдік. Өзім 15 күн іштім, қазір басым ауырмайды. 100% емдік шөп гипоксия ауруын емдеді десем де болады. 100% маған көмектесті. 15 күн ішкенде мен 15 күнде ешқандай басым ауырған жоқ. Алыңыз келсе, описание номерін жазып кетемін. Әртүрлі емдік шөптер бар. Әрбір ауруларға, бүйрек, бауыр, астықтан, барлық ағзаларға бар. Осындай емдік шөп. Өт жолына, барлығына. Ол үшін, егер 100% емделгіңіз келсе, описаниеға номер қалдырып кетемін. Сол жерге хабарласыңыз. Сау болыңыздар.